Шөл. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Шөл жер шарының ыстық әрі құрғақ өңірі. Дүние жүзіндегі ең үлкен шөлдер Африкадағы Сахара, Аустралиядағы Виктория, Оңтүстік Америкадағы Атакама шөлі. Азияда орналасқан ең үлкен құмды шөлдер Қарақұм мен Қызылқұм. Шөл өсімдіктері мен жан-жануарлары ылғал тапшылығына, шақырайған аптап күнге, сусыған құмға бейімделіп алған. Қарақұм шөлінде жаз кезінде көлеңкедегі ыстық 50 градусқа дейін барады. Құмның ыстықтығы соншалық, оған жұмыртқа пісіруге болады. Мұндай аптапқа өсімдік қалай шыдайды екен? Шөлде өсетін сексеуіл жалпақ жапырақты орман ағаштарына мүлде ұқсамайды. Онда жапырақ орнына сөлге толы қошқыл жасыл шашақты бұтақтар өседі. Себебі жапырақ кіші болған сайын ылғалдың булануы азаяды. Өсімдіктер осылайша сайы таптырмас аптапқа да қалыптасады. Шөл өсімдіктерінің дені ылғалдың мол кезінде, ерте көктемде немесе күз түскенде тіршілік етуге бейімделген. Ерте көктемде құмның арасы бірнеше апта кілемше құлпырып, ғажайып түрге енеді. Көп ұзамай аптап күн осынау жасыл кілемді сарғайтып, тез күйдіріп жібереді. Алайда өсімдіктер гүлдеп тұқым шашып үлгереді. Шөл жәндіктері де аптап ыстықтан пана табудың жолдарын біліп алған. Олардың көпшілігі күндіз үн түбінде жатып, күнкөріс қамына түнге қарай кіріседі. Міне сусыған қызыл құмның жалында тас мүсіндей қатып кесіртке тұр. Ол құйрығын әреді қайқан еткізіп қойып, өзінің қорегін майда қоңыз бен көбелекті аңдуда. Бұтаққа оралған сұр жылан өз олжасын бағып, қалшиып қатып қалыпты. Ол кесірткенің өзіне таянған сәтін күтуде. Оны оқ жылан деп бекерге атамаған. Құм жалдарының арасы шұрық-шұрық үнге толы. Бұл ірі құм тышқанның жерасты қалашығы. Осы арадан ұзындығы 1 метрден асатын алып алабажақ кесіртке келесті де кезіктіруге болады. Сүйріктей сұлу қара құйрықтың көзді ашып жұмғанша құм жалдан асып бара жатқанын байқайсың. Шаңқай түсте шөлдегі тіршілік мүлде толастағандай, жануар, жәндік атаулы қыбырсыз, көлеңкелеп жатады. Жал-жал құмды түнде қолшаммен араласаң, неше түрлі жануарды кезіктіресің. Құмға қарағанда тастақты саздақ шөл даланың тіршілігі әлдеқайда жұтаң. Тас болып кеуіп қалған қу тақырда жусан мен көкпектен басқа жөнді ештеме өспейді. Сазарып жатқан шөлді жәндік атаулының көпшілігі мекен ете алмайды. Мұндай шөлдің бірі Қазақстандағы бетпақдала. Осынау тақтайдай қу тақырдан жаздың ыстық айларында ұшқан құс, жүгірген аңды кезіктіру қиын. Су бар жерде ну бар дейді халық мәтелі. Су шөлдің кейпін мүлде өзгертіп гүл жайнатып жібереді. Жайқалған мақта танабы, шырынды жеміс, қауын қарбыз судың, дарқан күннің қуатымен пісіп жетіледі. Жердің шөлін қандыру үшін адамдар ерте заманнан бері қолдан тоған байлап, арық қазып, суармалы егісті пайдаланып келеді. Жыл сайын шөл даланың игерілген бөлігі молая түсуде.